Елорда іргесіндегі Қосшы қаласында орналасқан 3-ші мектепке 100 кітап сыйға тартылды. Оның ішінде қазақ ақын жазушыларының еңбектерімен қатар сериялық шығармалар, қазақ тіліне аударылған әлемдік бестселлерлер мен балалардың сүйіп оқитын кітаптары бар. Бұл акция бойынша бізге Қазконтент қоғамдық бірлестігінің бас редакторы ақын Ықылас Ожай мен жаңағы журналист Мақат ағайларымыз келіп, осы біз мектепке 100 кітап сыйға тартты. Қазіргі жаңадан шығып жатқан авторлардың кітап бар, әрине оның ішінде классикаларымыз. Жаңағы Абайдың қара сөздері бар, өзіміздің белгі классикаға арналған Менің атым Қожа сияқты кітаптармен толықтырдық кітапханамызды. Алдымыздағы жазғы демалысқа байланысты бұл іс-шара өте маңызды болды, өйткені балалар жазғы уақыттарында кітаптарды оқып, рухани дүниесін байытады деп ойлаймын. Қорға балалар әдебиеті, көркем әдебиет, тарихи жанрдағы кітаптар өткізілді. Олардың кейбірінде классик жазушыларымыз Сайын Мұратбеков, Әбіш Кекілбаев, Фариза Оңғарсынова секілді қаламгерлердің қолтаңбалары қойылған. Қосшы қаласындағы тұңғыш қазақ мектебінің оқушылары болғандықтан, қай жерде жүрмесін біз қазақ тілінің мәртебесін көтеріп жүруге тырысамыз. Және де біз мектеп оқушылары болып, үзіліс уақыттарында немесе бос уақыттарымызда осы кітапханаға келіп, өзімізге ұнаған кітапты алып, өзіміздің білімімізді арттырамыз. Қазіргі уақытта 2023-2024 оқу жылында оқулық саны 18292 оқулық түсті бізге. Ол 18292 оқулықты айтатын болсақ, 55 миллионға жуық сумаға түсті. Ал енді қазіргі уақытта көркем әдебиетіміз 1183 көркем әдебиет түсті. Ол да жалпы 3 миллионға жуық сумаға түсті. Енді қазіргі уақытта көркем әдебиет қорымызда жеткілікті. Мен бұл кітапты іздедім көп. Сен табыскер ойынды өзгерт ақша тап. Бұл кітап маған болашақта өте көп әсер етті деп ойлаймын. Өйткені мен болашақта кәсіпкер бизнесмен болғым келеді. Жазғы демалыста осы кітаптарды оқимын деп ниеттенемін. Ауылдық жерлердегі кітапхана қорының сапасы қалалық республикалық мектептерден едәуір ерекшеленеді. Ондағы газет журналдар мен баспа материалдары маусым сайын толықтырылып отырғанымен, балалардың талғамы жыл санап өзгеріп келеді дейді ұстаздар. Балалардың қызығушылығы әдеби кітаптарға қызығушылығы артады, мотивация беретін кітаптарға. Жалпы негізі балаларымыз әлемдік шетел әдебиеттеріне қызығушылығы артты. Елімізде әлеуметтік жауапкершілік уақыт өткен сайын дамып келе жатқанын байқауға болады. Өйткені жас ұрпақты рухани дүниемен байыту, технологияның дамыған заманында олардың кітап оқуға құштарлығын ояту әр азаматтың борышы. Осы тұста атқарылып жатқан іс-шаралар ауыл балаларының білім көкжиегін кеңейтуге сеп болары анық.